Осы видеода мен сіздерге Kaspi Pay'ге қалай тіркелу керек екендігі және оның комиссиясымен таныстыратын боламын. Kaspi Pay бір жалпы заңды тұлғалардың есеп шоты, яғни сіз заңды тұлға ретінде тіркелген болсаңыз, Kaspi Pay арқылы төлем қабылдайтын боласыз. Ол үшін Kaspi Pay'ге тіркелу керек. Тіркелу үшін App Store'ға немесе Play Market'ке Kaspi Pay деп жазамыз. Сосын оны ашқаннан кейін сізде осындай бет ашылады. Осы бетте сіздер Kaspi Pay қалай жұмыс жасайтындығы туралы таныссаңыздар болады, және оның услугасы қанша. Сіз осымен жұмыс жасаған үшін Kaspi Bank сіздерден қандай комиссия алатындығын танысуға болады. Жалпы Kaspi Pay бізге қандай мүмкіндіктер береді? Kaspi Pay ешқандай да кассовый аппарат орнатудың, пост терминал орнатудың қажеті жоқ. Барлығын өзі ұйымдастырып қойған. Мысал үшін сіз соткаңызға Kaspi Pay'ге тіркелгеннен кейін төлем қабылдағыңыз келсе, соманы жазып, және сізге Kaspi Pay QR шығарып береді, сол QR бойынша төлем қабылдасаңыз болады. Сондай-ақ Kaspi Pay рассрочка, яғни бөліп төлеуге, беруге, кредитке сатуға, өз табарыңызға мүмкіндік береді. Жалпы Kaspi Pay'дің услугасымен танысатын болсақ, Kaspi Pay алғашқы бірінші айда тегін, одан кейін сіздерден 0,95% әрбір жасаған төлемдеріңізден ұстап отырады. Сондай-ақ бұның бір айлық қызметінің құны 1950 теңге. Бір жағынан бұл өте көп сома, дегенмен осыдан басқа амал жоқ. Kaspi Bank өзінің нелерін, пайыздарын міндетті түрде алып отырады. Егер сіз Kaspi Pay ашып ешқандай да төлем қабылдамаған, жасамаған болсаңыз, Kaspi сізден ешқандай да осы 1950 теңгені ешқандай да ұстамайды. Бірақ сіз ИП ашып тіркелгеннен кейін, егер сізге төлемдер түсіп, жұмысыңыз алға басып жатса, Kaspi Pay өзінің комиссиясын алып отырады. Сондай-ақ төменгі жағына назар аударсаңыз, мықты сұрақтар айдары көрсетілген. Бұл жерде сіздер адамдардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауаптар ала аласыздар. Сіздермен Kaspi Pay'ге тіркелейік. Ол үшін тіркелу батырмасын басасыз, одан кейін номеріңізді енгізуіңіз қажет, және номеріңізге SMS код келеді, сол кодты енгізесіз. Одан кейін сізге осындай анкета ашылады. Анкетада өзіңіздің номеріңізді және қандай категорияда жұмыс жасайтындығыңызды, ИП-іңіздің атын енгізуіңіз керек. Осылардың бәрін басқаннан кейін, таңдағаннан кейін далее деген батырманы басасыз, одан кейін документтерге қол қоясыздар. Документтерге қол қойғаннан кейін барлығы сізді Kaspi Pay жаңағыдай тексеріске алады, яғни анкетаның дұрыстығын тексеруге алады. Міне қазір загруз етіп тұр. Қазір осы 100%-ға толғаннан кейін біз сіздермен келесі қадамдарды жасайтын боламыз. Міне одобрение берді осылай. Енді біз сіздермен документтерге қол қоятын боламыз. Документтерге қол қойғаннан кейін бізде SMS код келеді. SMS код келгеннен кейін сізде осындай фотоконтроль өтуіңіз керек. Яғни Kaspi кеше ИП-ны тіркеген кезде қалай фотоконтроль өттіңіз, дәл сол сияқты фотоконтроль өтуіңіз керек. Басыңызды оңға, соңға ашып, көзіңізді ашып, жұмып, әрекеттерді жасауыңыз керек болады. Осының барлығын біткеннен кейін документтерге қол қоямыз. Анкетаның барлығын дұрыстығын тексеріп аламыз. Қол қойып болғаннан кейін біз сіздермен пароль орнатамыз. Пароль өзіңізге ыңғайлы парольді орнатыңыздар. Пароль орнатып болғаннан кейін біз сіздермен соткаңызда тез жылдам кіру кодын орнатамыз. Және оны да өзіңізге есіңізден шығып қалмайтындай кодты ойлап қойыңыздар. 2 рет тіркейміз. 2 рет тіркелгеннен кейін бізге осындай саусақ ізі арқылы егер пайдаланатын болсаңыз, соны орнатсаңыз болады. Сосын бізге осындай сіздің Kaspi Pay'іңіз тіркелгендігі туралы
хабарлама келеді. Одан кейін біз кабинетті настройкасын жасайық. Ол үшін сату орнын орнату батырмасын басамыз. Осы жерде осындай терезе ашылады сізде. Осы терезеде жиі қойылатын сұрақтар айдарымен мұқият танысып алыңыздар. Бұл жерде кассир сіздің жұмысыңызды жүргізуге, төлем қабылдауға болады ма, сіздің шотыңыздан ақша шеше алады ма деген сұрақтар қойылған. Әрине оның барлығымен оқып танысып алған дұрыс. Сіздің шотыңыздан кассир ақша шешіп алмайды, бірақ төлем қабылдай алады. Енді біз сіздермен сату орнын орнатайық. Ол үшін сату орнын орнату деген батырманы басамыз. Одан кейін біз сіздерде осындай анкета шығады. Осы анкетаны толтыруларыңыз керек. Ол үшін әрине ең алдымен біз өзіміздің ашқан ИП-мызды енгіземіз және өзіміздің сату орны орналасқан қаламызды бекітеміз. Бұл жерде барлық қалалар көрсетілген. Өзіңіз орналасқан қалаңызда бекітесіз. Сосын көшеңізді жазуыңыз керек. Көшеңізден кейін тіркелген адрес бойынша номерін жазуыңыз керек. Содан кейін біз сіздермен кассир, яғни сіздің жұмысыңызды кассир жүргізетін болса, сол кассирді добавить етіп тіркесеңіз болады. Бұл жерде кассирдің бірнешеуін тіркеуіңізге де болады. Ол тек қана өзінің соткасымен төлемдерді қабылдауға ғана рұқсат береді. Ол үшін кассирдің номерін енгізуіңіз керек. Номеріне SMS келеді. Сол SMS кодты енгізуіңіз керек және кассирдің атын көрсетуіңіз керек. Осылайша біз сіздермен міне сату орнын орнаттық және кассирімізді өзіміздің бекіттік. Енді анкетаны дұрыс толтырғандығымызға назар аударамыз. Сосын сақтау деген батырманы басамыз. Одан кейін бізге осындай рұқсат берді деген ашылады. Одан кейін міне Kaspi Pay-дің ішін ашып қарасаңыздар болады. Өте оңай. Бұл жерде Kaspi Pay арқылы төлем қабылдауыңызға QR кодпен, қазір міне 2000 теңгені QR кодпен төлеп көрейік. 2000 теңге деп сумманы енгіздіңіз. Одан кейін сізге осындай QR код шығарып береді. Осы QR кодты сізден сатып алушы клиент соткасына сканерлеп, сізге төлем жібере алады. Жалпы Kaspi Pay өзінің жаңағыдай мол мүмкіндіктерін береді. Жаңағы кассовый аппарат орнатудың да қажет жоқ. QR кодты өздері шығарып береді. Осы QR код арқылы төлем қабылдасаңыз болады. Егер сізге QR кодпен емес банк картасымен төлем қабылдау қажет болатын болса, онда сіз банк отделениесіне хабарласуыңыз керек және сізге осындай пост-терминал беруіне заявление жазуыңыз керек. Бұл пост-терминал бесплатный беріледі және любой банктен сіз төлем қабылдай бересіз. Осы пост-терминал болса, негізінде жаңағы адамдар QR кодқа үйреніп қалған, сол QR кодқа арқылы да жұмыс жасай берсеңіз болады. Ал енді бүгінгі осы видео сізге өз пайдасын тигізген болса, міндетті түрде лайк қойып кетіңіз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Мен қолымнан келгенше сұрақтарыңызға жауап берем және сіздің комментарийіңізді оқыған мен үшін өте қызық.